Алтайдың ар жағынан келдім. Байнөлгөй аймағынан келдім. Өңі бұзылмаған қазақтың қаймағынан келдім. Алтайдың өрінен келдім, Моңғолдың жерінен келдім, дастарқаны жиылмаған қазақтың төрінен келдім. Құпия сеніммен келдім, кеппеген теріммен келдім. Ата мекенімді аңсап туған жерімнен келдім. Таулы алқаптан келдім, әрине алшақтан келдім. Қазақи сағынышымды тарқатқалы келдім дедім. Ойбай ау, сөйтіп келіп қалдыңыз ба дейді. Не әкелдің? Күрт әкелдің ба? Сатып алатын, халықтың тұрмыс деңгейі ғой. Жоқ. Жан мұңымды айтайыншы деп келдім. Қазақ күйін тартайыншы деп келдім. Қазақстан орыстанып кетті дейді. Рас па екен? Байқайыншы деп келдім. Алтын ордам көрейінші деп келдім. Қолым үшін берейінші деп келдім. Четте тудың, четте өстім ағайын, дәл ортаңда өлейінші деп келдім. Атамекен нұр алайын деп келдім. Шертіп бір күй қуанайын деп келдім. Сен жыласаң жоқ деп айтып тоқтаусыз. Сен қуансаң қуанайын деп келдім. Атамекен айналайын деп келдім. Күтіп алар бармағайын деп келдім. Қасіретің тұнып жасы көкейді жырың болып сорғалайын деп келдім. Дұшпандарды бұқтырайын деп келдім. Кірмелерді ықтырайын деп келдім. Шетелде жігіттер бар айбарлы, құдіретін ұқтырайын деп келдім. Дүниеден бір кетейін деп келдім. Мәңгүрттерде күл кетейін деп келдім. Салт санам бар, дәстүрім бар сіздерге, оға білсем үйретейін деп келдім. Сөйттің бе деп сұрады. Осы жерде мен бір қолыңызды алайын. Екінші, сен сонда қайдан келдің дейді. Не келдің сонда сен? Біз айтып жатырмыз ғой, ай берем деп келдің деп. Не келдің сен деп сұрайды. Сағыныш сырымда келдім, шықпаған үнімде келдім, тақ түспеген таптаза тілімде келдім, асылдың сүйегіне келдім, ғасырдың кегіне келдім, ескі қазақтың аңқау жүрегіне келдім, бабамның мұратына келдім, қажымас қуатына келдім, ескі қазақтың инабат ұятына келдім, өнердің көрмесіне келдім, қыздардың зердесіне келдім, сіздер ұмытып қалған қазақтың бейнесіне келдім.